Маңғыстау деп біл, теңіз туласа ән қылып, Маңғыстау деп біл, далалар жатса жаңғырып, киелі өңірдің географиясын зерттеген Серік Бол аты жүректе тұрар мәңгілік. Бүгін біз сіздермен Маңғыстаудың тарихи орындарына виртуалды саяхат жасайтын боламыз. Ол үшін Серікбол Қондыбайдың «Маңғыстау географиясы, Маңғыстау мен үстірттің киелі орындары» атты осы кітабын басшылық қалдық. Ғалым өз еңбегінде ұлттық зираттарды, ұлттық ескерткіштерді, тағы да басқа объектілерді 20-дан астам категорияға бөліп қарастырған. Біз соның ішінде 3 категория бойынша алып қарастырдық. Біріншісі ұлттық тарихи зираттар, екіншісі аймақтық тарихи зираттар, үшіншісі жергілікті және аймақтық парктер. Бірінші бөлім ұлттық тарихи зират мемориалдар. Серікбол Қондыбайдың еңбегінде Бекет атаның мешіттерінің саны 4 деп көрсетілген. Біз соның Оғландыда орналасқан мешітіне жол тарттық. Ақтау қаласынан шамамен 290 шақырым жерде орналасқан. Бекет атаны осы жерден мешіт салуға бастап келген Оғланды екен. Сондықтан ең алдымен Оғландыға тоқтап ниет еттік. Бекет ата реалды тірек, бекет, тоқтау нүктесі. Өйткені оның Маңғыстау жерінен мәңгі жай табуы бірнеше ғасырға созылған баяны жоқ, халқы тұрақтамайтын елдің осы өңірге қоныс аударуымен байланысты. Бекет ата жер асты мешіті маңында арнайы мейманхана бар. Мұнда келген саяхатшы, зияратшылар жиналып, әркім өзімен әкелген дәмін ортақ дастарханға қойып, барлығы бірге тамақтана алады. Оған қоса мейманханада бірі ерлерге, бірі әйелдерге арналған 2 түнеу бөлмесі бар. Қаласаңыз, осында түнеуге болады. Бекет ата маңындағы аймақ ежелгі теңіздің жағалауына ұқсас таңғаларлық орографиялық өрнектермен кесілген. Олар осы жерлерден миллиондаған ғасыр бұрын шегініп, теңіз бен шөлдің соғысында жеңіліске ұшыраған. Бекет ата шалғай таулы аймақта орналасқан. Баспалдақ бойымен 1,5-2 шақырым, бірақ бұл жол соған тұрарлық. Бекет ата мешітіне баспалдақпен түсу жолында бұлақ кездеседі. Мұны жұрт Бекет ата бұлағы деп атап, емдік қасиеті бар деп сенеді. Мешітке кіретін аласа тар есік бар. Мешіт 4 бөлмеден тұрады. Оның біреуінде Бекет атаның өзі жерленген. Төргі бөлмеде қасиетті сырық ағашы бар. Бекет ата соңғы 3 ғасырдағы бүкіл қазақ даласының, соның ішінде Арал-Каспий аралығы аймағының ең ұлы көрнекті тұлғасы. Екінші бөлім аймақтық тарихи зираттар. Қараман әулие кесенесі шетпеден 35 км жерде орналасқан. Бұл Маңғыстаудың ежелгі киелі орындарының бірі. Серікбол Қондыбай өз зерттеулерінде Қараман атаны 14-15 ғасырларда өмір сүрген кісі деп болжайды. Қараман ата мешіті жанында зиярат етушілерге арналған арнайы орындар бар. Қараман ата жер асты мешіті 12-17 ғасырларға жататын діни сәулеттің бірі. Бұл жер маңғыстаулық қазақтар тарихында Қараман атадағы анттасу оқиғасымен белгілі. Мешіттің ерекшелігі оның жердің астында орналасуы. Жер асты мешіті 3 бөлмеден тұрады. Кіреберіс бөлмеде садақа беретін арнайы орын бар. Басқа мешіттермен салыстырғанда іші кең. Кіреберіс бөлмеге жалғасқан намаз оқитын 4 бөлмесі және Қараман ата жерленген дөңгелек бөлме бар. Бөлмелердің төбесінен жарық түсетін терезелер ойылған. Деректерге сүйенетін болсақ, мұндай терезелерді орнатудың мақсаты Құран жаттау барысында жарықтың дұрыс түсуі мен мешіт бөлмелерін таза ауамен желдету болған. Қабырғалары жақыннан қарағанда қатқан балшық тәрізді. Бұл Қараман ата жерленген дөңгелек бөлме. Зиярат етушілер осы бөлмеде Құран бағыштайды. Талайды таң қалдырып келе жатқан Қараман ата жер асты мешіті бүгінде туристердің жиі келетін киелі орнына айналған. Келесі бағытымыз қой түлігінің бірі саналатын Шопан ата. Ғалымның еңбегінде Шопан ата қорымында киелі саналатын орын 3 деп көрсетілген. Соның бірі күйеу баласынікі. Сондықтан ең алдымен күйеу тамға соғып зиярат еттік. Шопан ата мешіті мен қорымы Маңғыстауға табан тіреген жанның ең алдымен барып көретін, зиярат ететін киелі орындарының бірі. Сопылық сәулет өнерінің үлгісі. Басқа зиярат ететін орындармен салыстырғанда, Шопан ата мешітіне барар ішкі жолында көгалдандыру жұмыстары жақсы жүргізілген. Есік алдында арнайы шырақ жағуға арналған шырақ тасы бар. Жартастан ойылып жасалған мешіт бір-біріне жалғасқан 12 шағын бөлмеден тұрады.
әр бөлме әртүрлі мақсатқа пайдаланылады. Мешітте қызыл матамен жабылған қызының жерленген бөлмесі бар. Аңыздарға сүйенсек, қыз әкенің тілекшісі деп Шопан ата қызының өз бейітінің қасына жерленуін тапсырған екен. Мешіттің жанында аймақтағы ең ежелгі де ең ірі аттас қорымдық бар. 3000-ға жуық қабір үсті ескерткіштер топталған. Зиярат етушілер үшін бірнеше демалатын жайлы орындар бар. Үшінші бөлім – жергілікті және аймақтық парктер. Келесі нүктеміз қазіргі таңда Ыбықты сай, Ыбықты каньоны, ауыр тас карьері деген түрлі атпен белгілі болып жүрген Ыбықты шатқалы. Серікбол Қондыбайдың зерттеулерінде бұл жер Ыбық алқабы деген атпен кездеседі. Біздің көлік шатқалдың жоғарғы жағынан тоқтап, төменге жаяу түстік. Қазіргі таңда ең танымал туристік орындардың бірі болып табылатын бұл мекеннің ең ерекшеге көзге түсетін жері осы. Шатқалға кірер тұсында орналасқандықтан сұлулығы бірден көз тартады. Жақыннан қарағанда адамды сүйсіндіретін кеуекті шоколад тәрізді. Тіпті кейбір жергілікті тұрғындар мұны таудың кеуегі деп те атайды. Бұл жаққа қызығушылықтың көп болуы жер бедерінің ерекшелігінен. Шатқал терең орналасқандықтан ішіне күн сәулесі түспейді. Маңғыстаудың аптап ыстығында да үнемі қоңыр салқын болып тұрады. Ыбық шатқалы тылсымға толы ғажайып ертегіге ұқсас, сирек кездесетін құбылыс. Тарихи орындар мен ерекше объектілерді зерттеу жұмыстарын негізге алатын болсақ, Ыбық шатқалы Маңғыстау жерінің миллиондаған жылдар бұрын Тетис мұхит астында болғанын тағы бір дәлелі болмақ. Маңғыстаудың өте маңызды орындарының бірі болып саналатын Серікбол Қондыбайдың зерттеу бойынша ұлттық тарихи зират мемориалдар категориясына жататын Шақпақ ата мешітіне барар жолда климаттық кедергілерге тап болдық. Аяқ астынан нөсер жаңбыр жауып, жерді су шайып, көлігіміз балшыққа батып қалды. Мешітке 10-15 шақырым қалған кезде осы себептен жете алмай кері қайттық. Атап өткен тарихи орындарға алыс жақын шетелдерден келетін адам аз емес. Бұл аймақтар туристік орынға айналып келе жатыр. Осыған орай жалпы орналасқан жерінің жағдайы бойынша алып қарастыратын болсақ, кейбір кемшін тұстары бар. Атап айтқанда, зиярат орындары, Қараман атаға, Шақпақ атаға апарар автокөлік жолдарының жоқтығы. Егер осы жол мәселесі шешілетін болса, ұлттық және аймақтық зиярат орындары туристік нысандарға айналар еді.